Сәлем, ардақты көрермен. Бүгін сіздерге ескі заманнан қалған мысық пен тышқан туралы бір ғибратты ертегі айтып берейін. Жайғасып отырыңыз, шайыңызды алыңыз, тәрбиесі терең бұл ертегіні тыңдауға тұрарлық. Соңында арнама жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз, мұндай ертегілер әлі көп болады. Мысық пен тышқан асығыс ақылдың соңы. Ертегі басталды. Ертеде бір ескі сарайда бір семіз мысық пен ширақ тышқан өмір сүріпті. Мысық сарайдың иесі, ал тышқан сарайдың түкпір-түкпіріндегі ұн қоймаларында тығылып жүретін тіршілік иесі екен. Мысықтың аты Марқа, тышқанның аты Түйтік екен. Мысық сабырлы, бірақ ашушаң. Марқа егде тартқан, көпті көрген, жалқаулау мысық екен. Ол бұрын тышқандарды қуалап сарсаңға салатын, ал қазір бұрышта күн шуақтап жататын күйге көшіпті. Бірақ бір ереже бар еді. Сарайда тыныштық болу керек. Кім тыныштықты бұзса, сол Марқаның астына түсетін. Тышқан еңбекқор, бірақ асығыс. Түйтік жас еді. Ол жаңа ғана өз ұясына шыққан, әлемді танығысы келетін, еңбекқор. Өте асыққан аңғал еді. Ол ұн алуға сарайға күнде кіретін. Бірақ дүрсілдеп тарсылдап шулап жүретін. Бір күні Марқа оянып кетті. Кім бұл тыныштықты бұзған? Деп күңкілдеді. Ол тұрып Түйтікті аңди бастады. Келесі күні Түйтік тағы да қатты дыбыспен жүгіріп өтті. Марқа оны аңдап тұрып тұзақ құрды. Түйтік байқамай соған түсіп қалды. Неге сонша шулысың? Деп сұрады мысық. Менің уақытым жоқ, тез жинауым керек деді Түйтік. Асыққан шайтанның ісі деді мысық. Еңбектің де, әрекеттің де өз мәдениеті болу керек. Шулы болсаң бәрі қарсы болады. Марқа тышқанды жемеді. Керісінше, мен де жас болғам, бірақ мені үлкендер тәртіпке үйретті. Мен саған сол сабақты айтқым келеді деп ақылын айтты. Түйтік сол күннен бастап ұн тасуды үнсіз, жүйелі ретімен үйренді. Марқа оны бақылап жүрді. Екеуінің арасында достық орнады. Тіпті Марқа кейде қорған бола бастады. Сарайда тыныштық орнап, екеуі де өз орнын білді. Асығыстық ақылдың жауы. Тыныштық ортақ мүлік. Тәртіппен жұмыс істеген адам ешқашан ұсталып қалмайды. Ақылды үлкеннен кеңес тыңдай білу керек. Міне, достар, мысық пен тышқан туралы ертегі осындай болды. Ертегі ұнаса, арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздерге алда тағы да ғибратты, жүрекке жететін қазақ ертегілері көптеп келеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.